Көптеген адамдар атақ-даңқ пен танымал болуды армандайды, бірақ атақ-даңқтың кемшілігі бар. Папараццилер мен миллиондаған жанкүйерлер атақты адамдардың әр қадамын қадағалайтындығынан басқа шоу үшін өмірге қажетсіз назарды тартады. Бұл кейде өте қымбатқа түседі. Өздерінің кумирлеріне құмар жанкүйерлер үйлеріне басып кіріп қудалайды, жағымсыз сыйлықтар жібереді, қорқытады. Ал кейде жанкүйерлердің зиянды махаббаты әлдеқайда қорқынышты салдарға әкеледі. 90-шы жылдардың ортасында американдық поп патшайымын жанкүйері қудалай бастайды. Мадоннаға құмар ер адам ұзақ уақыт бойы жұлдызды аңдып, оның өмір салтын, қимыл қозғалысын зерттеп, оның қайда тұратынын кейінірек білген. Өзінің кумирінің сүйікті мекенжайына ие болған жанкүйер Мадонна тұратын үйге баса көктеп кірмек болған. Бірақ жұлдыздың жеке күзетшісі оны тоқтатты. Алайда күзеттің болуы қылмыскерді тоқтатпай, ол оққағармен төбелеске ұласқан. Бірақ поп диваның күзетшісі аңдушыны атып үлгерді. Содан кейін полиция келді. Алғашында полицейлер қылмыскердің мотиві неде болғаны туралы әртүрлі болжамдар айтты. Тонау немесе жұлдызды кездестіруге деген беймәлім ниет. Әйтсе де, бұдан кейінгі оқиға барлығын шошытты. Мадоннаны қуған адамның аты Дьюи Хоскинс болып шықты. Полиция оның үйін тексеруге барып, оның пәтерінен Мадоннаның бейнелері бар фотолар және құрбандық үстеліне ұқсас нәрсені тапты. Бөлмелердің барлық қабырғаларында поп жұлдыздың плакаттары ілінген. Кейінірек жауап алудың бірінде Хоскинс «Мен Мадоннаны жақсы көремін, және бізде екі ғана жол бар, не үйленеміз, не өлеміз» деген. Бірнеше тексеруден кейін дәрігерлер оны есі дұрыс емес деп тауып, ақш-тың клиникаларының біріне мәжбүрлеп емдеуге жібереді. Алайда 2012 жылы Хоскинс қандай да бір жолмен қауіпсіз медициналық мекемеден қашып, содан кейін ол әншінің үйіне тағы да басып кіруге әрекеттенеді. Бақытымызға орай тәртіп сақшылары шұғыл әрекет етіп, аңдушы маньякты ұстайды. 1981 жылы тарихтағы ең атышулы қастандық әрекеттерінің бірі орын алады. 28 жастағы ер адам Вашингтондағы қонақ үйден шығып бара жатқан Ақ үйдің басшысы Рональд Рейганды атып тастамақ болады. Құқық бұзушы президентке 6 рет оқ атқан, бірақ ешқайсысы өлімге әкелмеді. Соған қарамастан Рейганның қасындағы бірнеше адам жараланады. Америкалық Джон Хинкли болып шыққан қылмыскер бірден ұсталады, бірақ оның жауап алу кезінде айтқан сөздері полицейлерді таң қалдырады. Хинклидің мақсаты ақш-тың президентінің өлтіру емес екенін мәлімдеді. Қылмыскер өзінің шарасыз әрекетімен бірнеше жыл бойы жанкүйері болған сүйікті актрисасының назарын өзіне аударуға үміттенген екен. Ол такси жүргізушісі фильміндегі рөлінің арқасында енді ғана атақ алып келе жатқан Джоди Фостер болып шықты. Хинкли Фостерге бірнеше жыл еріп, оның назарын өзіне аударуға үміттеніп, сыйлықтарын жіберген. Оның барлық әрекеттері сәтсіз болған кезде жанкүйер түбегейлі әрекет етуді шешіп, Ақ үйдің басшысына шабуыл жасайды. Хинкли ерекше режимдегі психиатриялық ауруханаға жатқызылып, ол күні бүгінге дейін сонда. Қуғын сүргіннің тағы бір қайғылы оқиғасы Уругвайдың тумасы Рикардо Лопеспен байланысты. Ол исландиялық әнші Боргке ғашық болады. Лопес көптеген жылдар бойы жұлдыздың адал жанкүйері болды. Оның өмір баянын зерттеді. Оның жеке өмірін қадағалады. Сайып келгенде оған деген жауапсыз махаббат өткір манияға айналдырады. 1996 жылы Рикардо бұқаралық ақпараттар құралдарынан Боргтың атақты британдық музыкант Голдимен кездесіп жүргенін біледі. Жұлдыздың жаңа романтикасы туралы жаңалықтар ессіз қылмыскерді ашуландырғаны сонша, оны кісі өлтіруге итермелейді. Сол жылдың қыркүйек айында қылмыскер әншінің үйіне күкірт қышқылы толтырылған бомба салынған сәлемдеме жібереді. Бомбаны жібергеннен кейін қылмыскер Лопес үйіне қайтып, бейнекамераны қосып, шашын қырып, өз-өзіне қол жұмсайды. Бірнеше күннен кейін полицейлер Лопестің денесін тапқанда, құқық қорғау органдары оның үйінен оның әншіге деген сезімін бөліскен бейнежазбаларды және қылмыскердің Боргке арналған 803 беттен тұратын жеке күнделігін табады. Полицейлер бомба туралы Британ полициясына хабарлап, соның арқасында әрекетке тосқауыл қойылады. Марсия Валентин, американдық актриса Сандра Буллокты көптен бері жақсы көреді, алайда оны Буллоктың үйленгені қызықтырды. Валентинаның айтуынша, оның актрисамен жеке бақытына тек Буллоктың күйеуі Джесси Джеймс ғана кедергі келтірген. Қылмыскер зұлым рухтардың көмегімен актрисаның некесін бұзуға тырысып, бірнеше рет қара магияға жүгінген. Валентин Калифорниядағы Буллоктың үйіне келіп, жануар жүнінің қалдықтарын шашып кетеді.
Алайда кара күчтөр Сандра Буллокту күйөөнүн ажыратууга көмөктеспеди. Содан кийин кылмыскер актрисанын үйүнө тагы да келеді. Бирок бул жолу рухтарды шакыруу үчүн эмес, Джесси Джеймсти өлтүрүү үчүн келеді. Олар үйлөрүнө келгенде Марсия Валентин үй сыртында жерде жатады. Көгалда жаткан айелди көрген күйөөү Буллок көмөккө жүгүрүп барады. Содан кийин кылмыскер кенет орнунан атып туруп, Джессиге бир нече каргыс айтып, көлүгүнө минип, актрисанын айелин кулатпак болгон. Марсия Джесси Джеймске кем дегенде 3 рет уруп суугу аракетин жасайды. Олардын эч кайсысы бактымызга орай сәттүү болмайды. Сандра Буллоктун өзү және онун күйөөнүн 10 жасар уулу не болуп жатканын көрөдү. Алайда актрисанын айтуунча, бәрі тез болғаны сонша, оның күйеуіне кандай да бір жолмен көмектесуге мүмкүндүгү болмады. Сәтсіз кастандыктан кийин Марсия качууга тырышты, бирок кылмыскер актрисанын айелинин өмүрүнө кол суккандан кийин келесі күнү укталды. Марсия 3 жылга бас бостандыгынан айрылды. Аты аңызга айналган британдык музыкант Джон Леннондун өлтүрүү окуйгасы Жер планетасынын ар бир тургунуна белгилүү болса керек. Шан түршүгерлик және мағынасыз кылмыс әлі күнгө дейин музыкант үчүн кайгырган адамдардын санасында. 1980-жылы 8-желтоқсанда Джон Леннонду өлтүрген адам Марк Чапман. Жас кезинде ол The Beatles тобунун туындыларына табынган. Олардын стилин кийим мен музыкада көчүрүп, сол атакты армандаган. Алайда 1970-жылы аты аңызга айналган топ тарагандан кийин Чапманның өмірге дейін көз қарасын өзгертті. Болашақ өлтіруші топтың ыдырауы туралы хабарға қатты ренжіді және қандай да бір себептермен оның барлық агрессиясы мен ашуы Леннонға бағытталды. Кейінірек Чапман діни ұйымның қатарына қосылып, тіпті оның басшысы болмақ болды. Бірақ бұл салада айтарлықтай табысқа жете алмайды. Оның орнына адам өзінің ішкі жындарын қоздыратын жалған діни илимдерге көбірек қызығушылық таныта бастайды. Бірде Чапман Джон Леннонның «Біз Иса Мәсіхтің өзінен де танымалмыз» деген сөзді естиді. Ол бұл дінді қорлау деп қабылдайды. Музыкантты өлтіру туралы қорқынышты идея оның басына қашан туғаны белгісіз. Бірақ 1979 жылы Чапман өз ойларын әйелі Глориямен бөліседі. Қорыққан әйел күйеуіне психиатрға көрінуге кеңес береді. Бірақ Чапман мұның әзіл екенін айтып, оны тез жұбатады. Көп ұзамай Чапман әйеліне Нью-Йоркте балалар кітабын шығарғалы жатқанын ескертеді. Сондықтан оған тез арада бару керек болады. Ер адам достарынан $2000 қарызға алып, 38 калибрлі тапанша сатып алып, жолға шығып кетеді. 8 желтоқсанда Чапман басқа жанкүйерлермен бірге Леннонды қала орталығындағы үйінің алдында күтеді. Музыкант кешкі сағат 5 шамасында үйден шығып кеткенде Чапман жанкүйер болып қолтаңба сұрайды. Бұл сұмдық сәттерді қылмыскер шақырған фотограф түсіріп алған еді. Осыдан кейін Леннон жұбайы Йоко Ономен бірге жұмыс істеу үшін Нью-Йорктегі студияларының біріне барады. Ал Чапман музыканттың үй жағында күтіп қалады. Джон Леннон кешке қайтып келгенде ол аздап жаяу жүргісі келеді және жүргізушіден аулаға кірмей, Йоко екеуін ғимараттың кіреберісіне түсіруді өтінеді. Леннонды көрген Чапман тапаншасын алып арқасынан 5 рет оқ атқан. Оның 4-еуі аты аңызға айналған музыканттың өмірін қиды. Қылмыс орнына келген патруль үйдің жанындағы ұсталуды әбден сабырмен күткен Чапманды ұстайды. Аты аңызға айналған музыкантты өлтірген адам есі дұрыс болып шықты. Және ол өмір бойына бас бостандығынан айырылды. 2000 жылы Чапман алғаш рет шартты түрде мерзімнен бұрын босату туралы өтініш білдірді. Бірақ бүгінгі күнге дейін оның талаптарының ешқайсысы қанағаттандырылмады. Джон Леннон ауыр жағдайда жақын маңдағы әулие Люк Рузвельт ауруханасына жеткізіледі. Бірақ өкінішке орай дәрігерлердің орасан зор күш жігеріне қарамастан музыкантты құтқару мүмкін болмады. Леннон қайтыс болған кезде аурухана дәлізінде радиода Beatles тобының All My Loving әні ойнап тұрған еді. Достар, қылмыстар туралы алғашқы арна сіздер үшін қазақ контентінде пайда болды. Қылмыс әлемінің жұлдызды оқиғаларын үзбей тамашалаңыз. Қылмыстар, қылмыс әлемінің жұлдызды оқиғалары.